Барселона басшылығы Атлетико Мадрид шабуылшысы Хулиан Альваресті алудың оңай болмайтынын жақсы түсініп отыр. Алдағы жазғы трансфер кезеңінде бұл мәміле өте күрделі болуы мүмкін. Альварес өте жылдам, алаңда үнемі қозғалыста жүретін және гол соғу қабілеті жоғары шабуылшы. Осындай қасиеттері оны Барселонаның қазіргі бапкері Ханс-Дитер Флик қолданатын ойын жүйесіне өте жақсы сай келетін ойыншы етеді. Испания басылымдарының мәліметінше, Барселона бұл трансферді жүзеге асыру үшін ойыншылар алмасу нұсқасын қарастырып жатыр. Яғни клуб Атлетико Мадрид командасына ақшаға қоса ойыншылар беруді ұсынып отыр. Нақтырақ айтқанда, каталондықтар Марк Касадо немесе Ферран Торрестің бірін қосып, мәмілені жеңілдеткісі келеді. Алайда Атлетико Мадридтің ұстанымы өте қатаң. Клуб Альварестің бағасын түсіруге мүлде қарсы екенін және ешқандай ойыншы қосылған ұсынысты қабылдамайтынын жеткізген. Олар тек толық ақшалай төлемді талап етеді және трансфер құны шамамен 100 миллион еуроға дейін жетуі мүмкін. Осындай жағдайда Барселона бұл келісімді тиімсіз деп санап отыр. Себебі мұндай үлкен қаржы салу клуб үшін үлкен тәуекел. Сондықтан қазіргі таңда бұл трансфер жүзеге асуы екіталай, немесе кем дегенде Барселона үшін өте қиын келісім болып тұр. Қорытындысында Альварес Барселонаға жақсы сәйкес келетін ойыншы болғанымен, қаржылық талаптар бұл трансфердің басты кедергісіне айналып отыр.